барлығымыз ортаға шығып, шеңбер жасап, бір-бірімізге жылы лебізімізді білдіріп берсек. Ерасыл, жақсы бір лебізімді білдіріп жер. Ерасыл досым, бүгінгі күнің сәтті өтсін. Нұрсұлтан, мен саған қуаныш тілеймін. Бекбаев Нұрым, мен саған осы өмірдегі барлық жақсы тілектерді тілеймін. Мұхамеджан, өмірің сәтті. енді балалар барлығымыз топқа жәнегі мозаика әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Кәне, мына жерде қағаз қиындылары жатыр, сол бойынша топқа бөлінеміз. Балалар енді жәнегі қолдарыңызда қандай батырлардың суреттері отыр. Мысалы, бірінші топ. Қабанбай батыр, екінші. Дәулетбай батыр. Мақтапа, үшінші. Оңыз батыр. Енді осы үлкен тұлғалар осы батырлардың ескерткіштері бар не? Біздің өлкемізде жалпы ауданымызда. Енді осы бойынша қысқаша есімге салып өтсек, ескерткіштер деген жалпы нені білдіреді? Нені еске салады? Батырларды еске салады. Батырларды еске салады, жақсы. Енді осы батырлар туралы қай топ өзінің жәнегі ескерткіштер туралы мәліметтерін айтамыз деп отыр. Мысалы, Қабанбай батыр, Дәулетбай батыр, Мақтапа туралы. Кім не біледі? Қысқаша айта өтсеңіз. Қабанбай батыр 2012 жылы 26 қыркүйекте Марғапшағай Омбы трассасында. Енді Мақтапа туралы кім айтады? Мақтапа туралы не білеміз? Ал, Мират. Мақтапа мен Байбек баба ескерткіші 2016 жылы Қазақстан Республикасының 20 жылдық тәуелсіздігіне орай Шығыс Қазақстан облысы Тарбақтай ауданы Ақжар ауылында орналасқан ескерткіште Мақтапа мен кішкентай Байбек баба бейнеленген. Жақсы. Дәулетбай батыр 1702 жылы дүниеге келген. Ол орта жүздегі Найман тайпасының Қаракерей руынан шыққан. Балалар енді осы жәнегі Қабанбай батыр туралы қысқаша бейнеролик тамашаласам. Армысыңдар Алаштың ұрпағы. Мен Қабанбай, Ілішевтің айсын көкке көтеріп білген дарабоз батырмын. Жерімнің картасында келесі тапсырма өлке ескерткіштері картасы. Жігіп қорғалай түйесек Қабанбай батыр тобы. Дайынсыздар ма? Бұл Қабанбай батыр ескерткіштері біз осының бейнесі айнадан және осы ақтарда жатыр. 1693 жылы дүниеге. Ал балалар енді Дәулетбай батыр не? Дәулетбай батыр тобы. Дәулетбай батыр 1702 жылы туған. Қабанбай батырдың серігі. Батыр. Балалар енді мына жерде картаға қарай, мынау ненің картасы? Тарбақтай ауданының картасы. Яғни бұл жерде бұл бізде Тарбақтай ауданының картасы. Бұл бізде Ақжар ауылы. Ақжар ауылында 3 ескерткіш орналасқан. Балалар енді міне картаға қарай. Мынау кім? Қабанбай батыр. Яғни осы кісілерге арналып қойылған мыналар ескерткіштер. Яғни мынау Қабанбай батырдың ескерткіші қайда? Қайда тұрасыздар? Боғаз бекет. Жақсы мақтанамыз. Ақжарда. Ал балалар елімізде тапсырма үшінші бір тарихи тұлғаға арнап шағын хат жазу дейді. Яғни алдарымызда қандай батырлардың суреті жатыр, соған байланысты сол батырларымызға хат жолдаймыз. Оғыз батырға хат жолдаймыз не? Енді міне тез қарай. Мына жерге Ақжар бе. Қарындашпен сіз. Ақжар деді, мәжге. Оғыздан қарап жеткіздерін қойшы. Мақтанаға хатты жолдайды Нұрсұлтан. Ал айтады Нұрсұлтан. Құрметті мақтана, сіздердің ұрпаққа қалдырған өсиеттеріңіз бен ізгі жолдарыңыз үшін зор құрмет білдіреміз. Елге жасаған еңбектеріңіз үшін көп рахмет. Сіздердің
адамгершіліктеріңіз біз үшін мәңгіге үлгі. Ой, керемет, Нұрсұлтан. Ал балалар, яғни біз келесі сабақтарымызда осы сияқты міне бүгін 4 батырды талдап, және өмірбаяны қысқаша қайда орналасқанын, қай жылы құрылғандығын білдік. Енді келесі жолы тағы да ескерткіштерді, басқа да ескерткіштерді білетін боламыз. Қай өңірде орналасқан өмірбаяндары қысқаша. Бүгінгі сабақта өте керемет, жарайсыңдар. Міне Бекжан түгел топ, 4 топта жақсы айтып шықты.